Сәлем достар, сіздермен бірге мысық пысық арнасы. Бүгін біз осындай қамырдан жасалған раушан гүлдерді әзірлейтін боламыз. Ал сіздер болсаңыздар, лайк басып каналымызға тіркеліңіздер. Осындай ерекше раушан гүлдерді әзірлеу үшін ең біріншіден бізге қабаттама қамыр керек болады. Әрине, осындай қамырды қаласаңыз өзіңіз істесеңіз де болады. Бірақ мен бүгін осындай дайын қамырды сатып алдым. Себебі дәл қазір маған бұл гүлдерді тез әзірлеп дастарханға қою керек. Жаяр алдында қамырды ұнмен сеуіп қояйық. Енді біздің қамырымызды видеодағыдай кесіп, жая бастаймыз. Кесілген полоскаларды шамамен ұзындығы 30 см, ал ені 10 см қылып жаямыз. Ал енді мен қамырды дайындап жатқан кезде бұрыннан келе жатқан көрермендерімізге неге ұзақ уақыт видео шықпады деген сұрақтар туындаса, сол кездерде мен біраз ауырдым, және сол сәтте арнаның бағытын енді өзгертуге ой келді. Енді осындай жаңа форматта видеоларды түсіріп, сіздерді қуантуға тырысамын. Сондықтан мені барынша қолдап, арнаға тіркеліп, пысықтардың қатарына қосылыңыздар. Ал енді келесі қадамымызға көшейік. Сырды алып теркадан өткіземіз. Айтпақшы достар, сіздердің ойыңызша сыр деп айтқан дұрыс па, әлде ірімшік деп айтқан дұрыс па? Пікірлерге жазып кетіңіздерші. Мен барлық пікірлерді оқимын. Енді жайылған қамырды осылай ортасынан бөліп жіберейік. Начинкамызға керекті заттардың бірі ол қызанақ. Оны видеодағыдай кесеміз. Ең бастысы кескенде тым қалың қылып жібермеңіз, себебі ораған кезде жіңішке бөлшектер раушан гүлге ұқсас болып тұрады. Енді мына теркадан өткен сырымызды қамырдың ортасына саламыз. Өйткені кейін қамырдың бір шетін қайырамыз. Енді қамырдың бір шетін қайырып, әдемілеп тұрып раушан гүлдерімізді ораймыз.
Оралған дайын гүлдерімізді духовкаға 20 минутқа саламыз. Духовканың температурасы мен енді 220 градусқа дейін жеткіздім. Бірақ сіздер өз духовкаларыңызға орай ол температураны өзгерте аласыздар. Міне осындай дәмді де әдемі раушан гүлдеріміз дайын болды. Егер сізге рецептіміз ұнаса, мысық пысық арнасына жазылып, осы видеоға лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қош сау болыңыздар.